Сәлеметсіздер ме, 3-ші сынып білім алушылары? Қазір бізде математика сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 75 пен 15-тің бөліндісі түріндегі кестеден тыс ауызша бөлу. Сабақ мақсаты 75 пен 15 түріндегі кестеден тыс ауызша бөлуді орындап үйренесің. Бөлу және көбейту өзара кері амалдар. 75 бөлік 15 өрнегінің мәнін табайық. Есепті шешу үшін бөліндінің мәнін іріктеу деп аталатын әдісті қолданатын боламыз. Ол сан бөлгішке көбейткенде нәтижесінде бөлінгіш шығатындай сан болуы тиіс. Іріктеу әдісі бөлуде қолданылатын тәсіл. Онда бөліндінің мәні ретімен іріктеліп таңдалады және әр нұсқа көбейту арқылы тексеріледі. Шешімін табу үшін 2-ні іріктеп алып көрейік. 15 көбейту 2 тең 30. 3-ті қарастырайық. 15 көбейту 3 тең 45. 4-ті қарастырайық. 15 көбейту 4 тең 60. 5-ті қарастырайық. 15 көбейту 5 тең 75. Дұрыс жауабы 5 саны болады. Жазамыз. Осы мысалды алгоритм қолдану арқылы да шығаруға болады. Бірінші, бөліндінің мәнін бөлінгіштің соңғы цифрына қарап тап. Екінші, 5-тің көбейту кестесін есіне түсір. Үшінші, соңында 5 цифр бар жауапты тап. 4. Тексер. 3 көбейту 15 тең 45 сәйкес келмейді. 5 көбейту 15 тең 75 сәйкес келеді. Бөліндінің мәніне 5-ті жазамыз. Балалар, видео материалды қарап шықсаңыздар, осындай қорытынды шығаруға болады екен. Бөліндінің мәнін тез таңдау үшін бөлгіштің соңғы цифрына назар аударамыз. Көбейту кестесіндегі бөлгіштің бірлігіне тең санды есіңізге түсіресіз, және көбейткен кезде бөлінгіштің соңғы цифр шығатындарын ғана таңдап алу қажет. Бұл бізде таңдап алу тәсілі деп аталады. Енді дәптерімізді ашып бүгінгі ай күнді жазайық. 16 қаңтар сынып жұмысы номер 2-нің әсін орындаймыз. Бөліндінің мәнін таңдап алу тәсілмен өрнектің мәнін тап. Келесі тапсырма оқулығымыздың 19 бетіндегі номер 7 теңдеулерді шешіп дәптерімізге жазайық. Үй жұмысы номер 4 тапсырманы аласыздар 18 бетте. Мәні бірдей өрнектерді тауып, тура теңдіктерді жазасыздар. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.